Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Міне 9 май Ұлы Отан соғысының жеңіс күні деп атап өттік баршамыз. Осы қазақтың батырларын, сол Ұлы Отан соғысына қатысқан қазақтың батырларын еске алып, осы балабақшадағы балаларға шейін осы жерге әкеліп гүл қойғызып тағзым жасаттық. Бүкіл Қазақстан бойынша осы Мәскеу үшін ерлік көрсетіп, жан берген, соғысып, қан төккен батыр аталарымызды еске алып, осындай ескерткіштеріне гүл қойып, суреттерін көшеге алып, көшеде көтеріп, елге көрсетіп, мақтаныш қылып, тойлап атап өттік. Ал енді қарап отырсаңдар, тарихта біз қандай үлгі көрсетіп жатырмыз жастарға. Біздің ата-бабаларымыз батыр болған, керемет. Бірақ осы тек қана осы Мәскеу үшін қан төккен бе барлығы тарихта деген оларда ой қалмай ма? Неге өзіміздің қазақтың жері үшін қан төккен батырларды еске алатын бір күн болмас? Қандай батырлар тарихта, хандар, әр ұлттың, әр рудың 300-дің батырлары бар. Әр өзі қазақтың бұрыш-бұрышында жаумен шайқасқан, небір сорапыл соғыстарда қан төккен, қазақтың жері үшін деп қан төккен батырлар бар. Соларды еске алатын неге бір күн болмас? Әйтпесе мына саясатымыз, біздің жастарға беріп атқан үлгіміз қате емес па? Қалай ойлайсыздар? Біздің батырлар тек қана әлде Мәскеу үшін ғана соғысқан ба? Ұлы отан деп біз қай отанды айтып жатырмыз? Тағы да Мәскеу ма, Ресей ма? Әлде өзіміздің отанымыз жоққа егеменді? Сондықтан осыны ойланатын уақыт келді.